Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет плов жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Видеоны толық қараңыздар. Бізге керегі ет, сәбіз, пияз, чеснок және күріш. Етті, чеснокты, пиязды видеодағыдай турап аламыз. Қызып тұрған қазанға майымызды құямыз. Содан кейін етті салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Ет қуырылып жатқанда сәбізімізді ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Еттің үстіне пияз, чеснок және тұз салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Енді үстіне сәбізін салып араластырамыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді үстіне күрішті салып, толық жайып шығамыз. Және қайнаған су құямыз. Суы күріштің бетінен 1-2 сантиметр асып тұру керек. Бізде күріш қайнады. Енді астын ақырындатып қоямыз. Күрішті қайнап, суы тартылған азайғаннан кейін күріштің бетін аударамыз. Тағы да 5-10 минутқа бетін жауып пісіреміз. Міне достар, біздің плов дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.